сот жүйесінің сапалы дамуын және кадрларының жаңартылуын қамтамасыз ету, үздік заңгерлер судья болуға ұмтылу үшін ынталандыру шараларын жасауымыз қажет. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы. Заң үстемдігінің кепілі. Сондықтан судьялардың жоғары кәсіби және адамгершілік талаптарға сай болуы үлкен міндет. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Еліміздің негізгі басымдықтарының бірі жоғары кәсіби судьялар корпусын құру. Бұл процесте басты рөл жоғары сот кеңесіне жүктелген. Әрбір бағыт бойынша тиісті комиссия жұмыс істейді. Комиссияның құрамына заңгерлер мен қоғам өкілдері кіреді. Жоғары сот кеңесі сот істерінің қарауымен, оларды қайта қарауымен айналаспайды. Біздің басты мақсатымыз сот жүйесінің кадр мәселелерін қалыптастыру. Жоғары сот кеңесі, кеңес төрағасы, жоғарғы сот төрағасы, бас прокурор, әділет министрі, мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы, парламент сенаты мен мәжілісі комитеттерінің төрағалары, ғалым заңгерлер, адвокаттар мен қызметтегі судьялардан тұратын алқалы орган. Қазақстан Республикасының азаматы судья болып тағайындалу үшін 30 жасқа толған, заңгерлік білімі бар, 5 жылдық заңды өтілі бар, медициналық қарсы көрсетілімдері жоқ, жоғары моральдық адамгершілік қасиеттері және мінсіз беделі бар болуы керек. Біліктілік емтиханы іріктеудің бастапқы кезеңі. Емтихан барысында кандидаттардың кәсіби дағдылары және жеке қасиеттері зерделенеді. Емтиханды заңгер ғалымдардан, судьялардан, бас прокуратура, әділет министрлігі, адвокатура, жұртшылық өкілдерінен, HR мамандардан тұратын комиссиясы қабылдайды. Комиссия жұмысының барынша бейтарап болуы үшін оның төрағасы лауазымына адвокаттық қоғамдастығының өкілі тағайындалады. Біліктілік емтиханы бірнеше кезеңнен тұрады. Ол психологиялық тестілеу, заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеу, эссе жазу, кейстік тапсырмаларды шешу және комиссия мүшелерімен әңгімелесу. Біз комиссияның жұмысында кандидаттың ішкі қасиеттеріне көп мән береміз. Сондықтан ең бірінші және маңызды кезең ол психологиялық тестілеу. Оның нәтижесіне қарап біз күмән болған кезде кандидатты полиграфиялық зерттеуге жіберуіміз мүмкін. Егер үміткер емтихан бағасымен келіспесе, онда ол апелляциялық комиссияға шағымдана алады. Біліктілік емтиханы жылына кемінде 4 рет қабылданады, ал оның нәтижелері сәтті өткен жағдайда 4 жыл бойы жарамды болады. Біліктілік емтиханнан кейін үміткерлер ақы төленетін тағылымдамадан өтеді. Келесі бағыт конкурстық іріктеу. Іріктеу кандидаттардың компьютерлік бағдарламамен бағалауды, конкурстық комиссияның бағалауын, кандидаттар туралы жұртшылықтың пікірлерін зерделеуді, кандидаттармен сұхбатты, кандидаттарды конкурстық комиссияның алдын ала қарауын және кандидаттардың жоғары сот кеңесінің отырысында бекітуін қамтиды. Конкурсқа жұмыс істеп жүрген судьялар, біліктілік емтиханның өткен кандидаттар, сот төрелігі академиясының түлектері және бұрынғы судьялар қатыса алады. Үміткерлерді іріктеу үшін кеңес заманауи HR технологияларды қолданады, ал кандидаттарды бағалауға заң қауымдастық пен қоғам қатысады. Мысалы, үміткерлер құжаттарды тапсырған кезде компьютерлік бағдарлама оларды автоматты түрде бағалайды және белгіленген критерийлер бойынша саралайды. Автоматтандыруға жатпайтын көрсеткіштерді, мысалы, сот төрелігінің іске асырудың сипаттамаларын, сапасын, этиканы сақтауын және де басқа мәліметтерді конкурстық комиссия зерделейді. Жан-жақты талдау үшін үміткерлер туралы қоғамдық пікір зерделенеді. Олардың деректері кеңесінің сайтында орналастырылады және әр азамат үміткерлер туралы пікір қалдырылады. Жоғарғы тұрған лауазымдарға үміттенген кандидат туралы әріптестерінің пікірі жиналады. Одан әрі үміткерлермен құзыреттіліктер бойынша сұхбат жүргізіледі. Осы мақсатта Қазақстанның сот жүйесі үшін арнайы құзыреттер шеңбері құрылды. Барлық алынған деректер кандидаттарды жан-жақты және мұқият зерделеуге мүмкіндік береді.
осыдан кейін кандидаттар сот кеңесінде қаралады. Келесі бағыт кадрлық резерв. Ол жоғары тұрған судья лауазымдарына, жоғарғы және облыстық соттардың сот алқаларының төрағаларына, жоғарғы және облыстық соттардың судьяларына, аудандық соттардың төрағаларына қалыптастырылады. Резервте үміткер 3 жыл бойы тұрады. Аудандық сот судьясы лауазымына резерв қарастырылмаған. Резервтегі қызметкерлердің мансапты жоғарылауда артықшылығы бар. Кадрлық резервіне қою конкурстық іріктеу сияқты құралдар бойынша жүргізіледі. Кадр резервінде жұмыс істеп жүрген судьялар, біліктілік емтиханнан өткен кандидаттар және бұрынғы судьялар болуы мүмкін. Кадр резерв жөніндегі комиссияның құрамына жоғарғы сот кеңесінің мүшелері, жұмыс істеп жүрген судьялар, мемлекеттік істер жөніндегі агенттіктің өкілдері, заң қоғамдастығының және ЧР саласында қызмет жасап жүрген өкілдері кіреді. Судьялардың тәртіптік жауапкершілігін қарау үшін жоғары сот кеңесі жанынан сот жюриі құрылды. Ол әртүрлі деңгейдегі қызметтегі судьялардан, заң қоғамдастығының, адвокатураның өкілдерінен тұрады. 2019 жылдан бастап сот саласында өзгерістер болды. Манағы аталған жылдан бастап сот жюриі арнайы орган ретінде сот саласынан бөлініп, жоғары сот кеңесінің жанына берілді. Сол уақыттан бастап сот жюриінің құрамы да тәртібі де өзгертілді. Бұрын дисциплинарлық жауапкершілігін соттардың қарайтын дисциплинарная комиссия 9 судьядан құралса, бүгінгі күнде 6 судья, оның үстіне қосылған 2 заң қоғамның өкілдері, тағы да жоғары сот кеңесінің 1 мүшесі, ол судья. Сол себептен дисциплинарлық материалдық істерді қарайтын құрамы негізгі 50%-дан аса соттардан құрылады. Сот жюриі құрылғаны, оның мақсаты бірақ. Осы тәртіпті бұзған, заңды бұзған судьялардың үстіне дисциплинарлық жауапкершілігін қарайтын. Дисциплинарлық істерді қараймыз біз. Дисциплинарлық істер қандай себеппен, қандай негізбен бізге келуге мүмкін? Ол бірінші. Істі қарағанда, аудандық сот болсын, облыстық және жоғары соттың судьялары болса да, істі қараған кезінде өрескел заңды бұзса, ол жоғары соттың сатылық қаулында көрсетілген жағдайда болатын болса, сонда ғана сот судьяның жауапкершілігі басталуы мүмкін. Екінші негіз, біздің сот саласында соттардың этикалық кодексі деген құжат бар. Ол жоғары сот саласының судьялардың съезінде қабылданған. Оны бәр судьялар білет, оның ережелерімен танысқан. Сол манағы ережелерде судьялар бұзса, онда облыстарда сот этикалық комиссия бар, жоғары соттың жанында сондай комиссия бар. Сол комиссиялар өздерінің отырыстарында манағы қандай ережені, қандай заңды істі қараған кезінде, өзінің жеке тәртіп басын кезінде судейский кодекстің бұзғанын, баптары бұзғанын анықтаса, онда материалдар бізге келеді, оны біз қараймыз. Үшінші жолы, үшінші мүмкіншілігі бұл соттардың басшылары, аудандық соттың төрағасы, облыстық соттың төрағасы, алқаның төрағасы, жоғары сотқа да солай манағы айтылған себептермен олар өздерінің тәртібін бұзып жатса. Екінші негіз, оларға заңда жүктелген міндетін дұрыстап орындамаса, әрбір төрағалының міндеті заңда көрсетілген. Қандай ол міндетті? Соны дұрыстап үстіртін орындаса, сонда ол істердің жауапкершілігі туындау мүмкін. Жолдарының жауапкершілігін біз міндетті түрде қараймыз. Негізгі бағыттармен қатар жоғары сот кеңесі облыстық соттардың төрағалары мен жоғарғы соттың сот алқаларының төрағалары лауазымдарына конкурстан тыс тағайындау мәселелерін, судьялардың өкілеттіктерін тоқтату мәселелерін, сот жүйрі мен сот төрелігінің сапасы жөніндегі комиссияның шешімдеріне судьялардың шағымдарын, судьялардың штаттық санын белгілеу туралы және басқа да мәселелерді қарайды.
Дұрыс кадрлық шешімдер сот жүйесінің сапасына тікелей әсер етеді. Сондықтан судьяларды қызметке іріктеу және тағайындау жүйесі, олардың кәсіби дайындығы, соттың бейтараптылығы мен әділдігін қамтамасыз ету үшін үлкен маңызға ие. Соңғы жылдары судьяларды іріктеу және мансаптық жоғарылату жүйесінің жаңа институттары енгізіліп, қалыптасқандары жаңғыртылды. Ал кадр саясатын қалыптастыру процесіне жұртшылық тартылды. Кеңес Италия, Франция, Англия, Испания, Орталық Азиядағы шетелдік әріптестермен, сондай-ақ халықаралық сот әкімшілігі қауымдастығы, Біріккен Ұлттар ұйымы даму бағдарламасы, Дүниежүзілік банк, Еуропадағы қауіпсіздік мен ынтымақтастық ұйымы, Еуропа кеңесінің Венециялық комиссиясы сияқты халықаралық ұйымдармен тұрақты байланыстар орнатқан. Жоғары сот кеңесі өз жұмысын аталған бағыттар бойынша жалғастырады.